Көбіміз күнде ChatGPT қолданамыз. Енді осыған қосылған бір жаңа функцияларға тоқталайық. Оны қолдануды бастау үшін біз осындай белгі қоюымыз керек міне ChatGPT-ге. Сол кезде изображение және поиск деген функция шығады. Әрине бұл бұрыннан да бар, бірақ бұндай меню енді қосылып жатыр, және поиск деген бұрын көпшілігіне недоступен болып тұрған. Қазіргі кезде біз поискті қолдана аламыз. Бұны біз қалай қолдансақ болады? Бұл өте оңай. Бұрынғыдай гуглит етіп, уақытты алып, жаңағыдай бәрін оқып керек емес. Мысалға сіз ағылшынша түсінбеуіңіз мүмкін. Соған бұл орысшаға переводтап береді соңғы жаңалықты. Мысалға ағылшынша қате жазсаңыз да түсінеді. Latest news about мысалға Bitcoin or AI деп жазайық. Жасанды интеллектке байланысты соңғы жаңалықтар деп жаздым. Және соған байланысты бізге соңғы жаңалықтарды шығарды. Үстін басатын болсақ, мынау қай жерден алғанын шығарады. Енді бұл қалай жұмыс жасайды дейтін болсақ, мынау осы OpenAI компаниясы Bing деген іздеу жүйесін Microsoftқа тиісті қолданады. Соған Google етеді, мына жерден жауаптарын алады, қысқаша түрде бізге осыны шығарып береді. Мысалға мына жерде AI бойынша Nobel сыйлығына қатысты ақпарат берілген, Generative AI for Language Learning деген секілді. Этика және AI-ға сену керек, сенім, соған қатысты мына жерде ақпарат берілген. Сіз оны басқаша қолдансаңыз да болады. Мысалға поиск деп жазасыз, орысша жазсаңыз болады. Енді әрине ағылшынша қолдануды ұсынамын. Last news about мысалға соңғы тема Palestine деп жазсаңыз, мына жерде ол поискті запрос жолдайды. Сол бойынша бізге мына жерде соған байланысты қандай жаңалықтар болды. 2024 жылдың октябрь айына байланысты бізге жаңалықтарды шығарады. Мына жерде міне humanitarian crisis, осындай деген секілді. Осының бәрін орысша айтып бер деп тағы жазсаңыз болады, сізге орысша айтып береді. Мына жерде міне осы ссылканы басу арқылы, сілтемені басу арқылы негізгі источникке өтуге болады. Бұл жасанды интеллекттің дамып жатыр. Алдағы уақытта бұл одан да жақсы жұмыс жасайды деп ойлаймын. Енді изображение деген бұл бұрыннан бар, понятно. Бұған отдельный видео жасау керек. Кез келген картинканы өзіңізге керек. Мысалға жасап алсаңыз болады. Мысалға айталық, оған қатысты мен жеке видео істеймін. Айталық, мысалға түсі ақ, көзі көк мысық айнаның алдында қарап отыр. Айнадан тау көрінеді, таудың басында Қазақстанның флагы тұр деген секілді. Сондай мысалға сіз ол картинканы интернеттен таба алмайсыз точно. AI арқылы дәл соны істеуге болады. Оны қалай істейтінін мен келесі видеода көрсетемін. Әрине, мынау бесплатный версиясында шектеу бар. Дегенмен оны осы уақыттан кейін қолдануға болады.